ескі адамдарменен жаңа Қазақстан жасалмайды. Ескі саясат пен жаңа саясат үйлеспейді. Қазақстан қандай ел болады, болашағы жақсы болады деп Мен ойлайсыз? ешқандай күмәнім жоқ. Тәуелсіздік сақталып тұрады. Осы бетімізді итшілеп, малшылап біраз әлде жүруіміз мүмкін. Өйткені ескі адамдарменен жаңа Қазақстан жасалмайды. Ескі саясат пен жаңа саясат үйлеспейді. Мен айтатын, жазатын нәрселер көп еді, бірақ 80-ден соң саясатта бармаймын деп ойлаған, бірақ баратын шығармын. Ал қазақтың болашағы болады. Қазақ алтын орданың, Шыңғысханның жұрты, қазақ Шыңғысханның жұрты. Сол бетімізде біз 20 ғасырға жетіп едік. 1898 жылы қазақ 3 миллион 200 мың болды, Қазақстан шегінде, Россия шегіндегі. Өзбек 1 миллион 700 мың болды, саттармен қосқанда. Қырғыз 200 мың болды, түркмен 300 мың болды, тәжік 300 мың болды. Сонда осылардың бәрі қосқандағыдан, бүкіл орта азияны қосқандағыдан қазақ екесе көп болды. Ал 38 жыл ашаршылық бізді жұтатып кетті. Ол ашаршылық тек демографиялық апат емес, рухани апат болды. Генетикалық апат болды.